Мен Маңғыстау облысы Бейнеу ауданындағы Болашақ бөбекжайының тәрбиешісі Шораханова Жансұлу Жөндешқызы. Қазақ халық ертегілері ауыз әдебиетінің ертеден келе жатқан көлемді саласының бірі болып табылады. Қазақ халық ертегілері қазақ халық ауыз әдебиеті ішінде атадан балаға мұра ретінде беріліп, ерте заманнан бастап бүгінгі күнге дейін даму, өсу, толығу үстінде келе жатқан асыл мұра. Мен бүгін сіздердің назарларыңызға қазақтың ұлттық мұрагер ертегісін ұсынамын. Ертеде бір байдың 4 ұлы болыпты. Бір күні бай ұлдарын жинап алып, мен қартайдым, бұрыннан үй иесі болатын уақыттан жетті. Кімнің ақылы байлығына сай болса, сол мұрагерім болады. Әрқайсысы маған байлықтар мен ақылдақтарды көрсетуім керек. үлкен ұлы асыл тас салған жүзігін көзін көрсетіп, Міне менің байлығым бай болса, сұрапылда болады. екінші ұлы асыл киімдерін киіп әдеміленіп келеді де, Еме байлығым, ұстымды көргеннен байлығыма бас тиеді. үшінші ұлы алтынмен, күміспен апталған белдігін көрсетіп, Міне менің байлығым, ешқашан өңіп көрген емес. бай ұлдарына қарап басын шайқайды. Кенже ұлына қарап, Сен неге сөйлей тұрсың? Сен қандай байлығыңмен мақтанасың? кенже ұлы Менде асыл тас бар, жүзік те, сәнді киім де, алтын мен күміс пен аспалы белдігім жоқ. Мен мысқалдан да 2 қолым, таяқ және толы жүрегім бар. байға кенже баласының тапқыр да ойлы сөзі ұнайды. Жұмыс істей білген адам ұстамайды. Мен кенже ұлымды мұрагер етемін. Үлкен балаларына інісінің айтқанынан шықпай талабын орындауды өсиет етеді. Мұрагер ертегісінде байдың рөлін сомдаған Саламат, үлкен ұлының рөлін сомдаған Адинұр, екінші ұлының рөлін сомдаған Айдос, үшінші ұлының рөлін сомдаған Олжас, кенже ұлының рөлін сомдаған Нұрыбек,